Амансыздар ма оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лайк басып тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Әр істеріңізге береке берсін, жақсы күндеріңіз көп болсын. Баршаңызға рахмет. Есіңде болсын, сөздің киесі болады, сөздің құдіреті болады. Жақсы сөз жарым ырыс. Не сөз айтсаңыз да ойланып айтыңыз. Сіз айтқан бір ауыз сөз біреуге жылулық, біреуге жамандық әкелуі мүмкін. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайылады. Бәленің бәрі сіз айтқан әрбір ауыз сөздерден келуі мүмкін. Сондықтан әр сөзді ой елегінен өткізіп айтыңыз. Адамдар туралы жақсы ойлау бұл жүректегі сенімнің толықтығы. Жақсы ой шайтаннан келетін ашу мен лаңнан сақтайды. Адамдар туралы жаман ойлайтын адамды шайтан одан әрі сөйлете береді. Ол адамның өзімшілдігін арттырып, басқаларды сөгуге бейім етеді. Адамдар арасындағы сыйластық пен сүйіспеншілікті арттырады. Әдепсіздік пен басқалардың құқының бұзылуына жол бермейді. Адамдар туралы жақсы ойлау мұсылман жүрегінің тазалығын көрсетеді. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы, арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Егер жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адамдарды ізде. Ал жақсы адам тапқың келсе, жақсы сөйлеп, жақсылық жаса. Кейбір адамдарға таң қаласың. Өтірікті ұнатпайды, бірақ өзі өтірік айтады. Біреу алдаса жаман, өз алдаса кешірімді. Басқа сүрінсе күледі, өзі сүрінсе қалыпты жағдай. Біреулердің күнәсін санайды, өз күнәсінің санын білмейді. Неткен екі жүзділік десеңізші. Арсыз қолым істеді, арлы бетім ұялды. Еңбек өмірді ұзартады, ұят бетті қызартады. Ер жігіт елінің ұлы, намысының құлы. Ердің құны 100 жылқы, ары 1000 жылқы. Жарлы болсаң да арлы бол. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы.